Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін хожелі мантерінің рецебімен бөлісетін боламын. Өте жасалу ерекше әрі өте дәмді болып шығады. Сіздермен рецептпен бөлісетін боламын. Бізге керегі ет тартқыштан өткізілген ет, яғни фарш. Оның үстіне ұсақтап туралған пияз қосатын боламыз. Және де тұз дәміне қарай қара бұрыш саламыз. Егерде еттеріңіз майлы емес болатын болса, кішкене сұйық май қоссаңыздар болады. Менде фарш майлы болғандықтан сұйық май қоспадым. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Толықтай араласқаннан кейін бір шетке қоя тұрамыз. Салмасы дайын. Енді біз қамырын илейтін боламыз. Ұнымызға бір жұмыртқаны жарып салатын боламыз. Және жылы суға тұз салып ертіп алатын боламыз. Және осы суымызды аз-аздан құйып отырып, орташа тығыздықта қамыр илейтін боламыз. Және осыған бір ас қасық сұйық май қостым. Сұйық май бұл қамырымыздың жабыспауына және езілмеуіне әсер етеді. Сондықтан бір ас қасық сұйық май қостым. Және суымызды аз-аздан құйып отырып, орташа тығыздықта қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз иленіп шықты. Енді осы қамырды салафанға салып, 10-15 минутқа орап қойып қоятын боламыз. Тынуы керек жақсылап. 10-15 минут өткеннен кейін осы қамырымызды екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Теңді етіп екі бөлікке бөліп домалатып қоямыз да, тағы да 10-15 минутқа салафанға салып тындырып қоятын боламыз. Он 15 минут өткен соң қамырымызды осылай ұн сеуіп отырып, қолымыздың көмегімен жұқартып жаятын боламыз. Мінекей оқтауымызбен жұқартып жайып алдық. Енді осы қамырымызды осы видеодағыдай етіп оқтауға орап алып, мәнтіге кескендей етіп, бір-біріне осылай қатпарлап шығатын боламыз. Бұл мантының ерекшелігі қамыры өте үлкен-үлкен болып кесіледі. Міне осы алақанымыздың одан да үлкендеу болады алақанымыздан. Және де қамырымызды міндетті түрде жұп-жұқа етіп жаюымыз керек. Міне қолымыздан да үлкендеу болып шығады қамыры. Және осы қамырды тағы да оқтаудың көмегімен үлкейтіп отырып, мәнтілерімізді түйіп шығатын боламыз. Мінекей жұп-жұқа етіп жайып алдым. Тағы да қосымша енді осыған бір ас қасық салмасын салатын боламыз. Және осы қасығымыздың көмегімен осылай дәл ортасына салмасын осылай жағып шығатын боламыз. Бұл мантының түйуі дәл мантының түйуіндей болады. Осылай төрт бұрышын бір-біріне жабыстырып түйіп шығатын боламыз. Мінекей өте оп-оңай болып жасалынады. Келесі қамырымызды осылай оқтаумен жұқартып аламыз. Егерде сіз қамырды жұп-жұқа етіп жайған болсаңыз, және үлкен қып кескен болсаңыз, бұл міндетті емес. Бір үлкен қасық салмасын салып, осылай ортасына жағып шығатын боламыз. Және төрт бұрышын айқастырып, бір-біріне жабыстырып шығатын боламыз.
құрметті көрермен, осы видео ұнаған болса, менің каналымды қолдау ретінде подписаться батырмасын басып, лайктарыңызды, комментарияларыңызды жаза кетіңіздер және баса кетіңіздер. Сіздерге алдын ала рахмет. Мінекей барлық қамырларымызды осылай түйіп шығатын боламыз. Және мантоваркамыздың астын майлап, осы қамырларымызды салып, қайнап тұрған суға қоятын боламыз. Барлық қамырларымызды осылай түйіп алдым. Енді мантоваркамыздың астын майлап, осы қамырларды, мантілерімізді салып шығатын боламыз. Бұл мантілер бір-біріне жабыспайды. Үстін осылай сұйық маймен жағып шықтым, кеуіп кетпес үшін. Осылай бір-біріне үстіне ақырын жартылай қойып сала берсеңіздер болады. Барлық мантілерді осылай тізіп шыққаннан кейін қайнап тұрған суымызда 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей 45 минут өтті. Хожелі мантымыз дайын. Бұл мантыге қалауларыңызша бетіне құймасын жасасаңыздар болады. Мен осындай салатты жағып бердім. Өте дәмді шықты. Бұл салаттың рецебі видеоның оң жағында сілтемесін қалдыратын болам. Кіріп көрсеңіздер болады. Мінекей өте дәмді мантымыз дайын. Сіздермен болған Жұлдыз. Сау болыңыздар.